Мәшһүр Жүсіп бабамның сөзі бар. Аспанда ұшып жүрген құспен даланың тарпаң жылқысын қолға үйрету арқылы адамзат баласы қанша табыстарға жетті дейді. Осындай дала тағырлары тәрбиеге көнгенде адамның мінезі неге өзгермейді дейді. Қараңыздар. Бұл деген дүние бағана мен айтып кеттім ғой. Адам баласы табиғатында кейбір адамдардың мінезі әдемі жақсы болады. Кейбір адамдарды қарайтын болсаңыз, мінезім нашар менің, барым осы деп айтатындар болады да. Барым осы менің. Оларға айтып жатыр да, мына Мәшһүр Жүсіп атамыз. Шындығында аспанда ұшып жүрген құстар, бүркіттер болсын, сұңқар болсын, қандай құс болсын, қараң, үйретіп, зоопаркты қарайшы, құрметті, зоопаркты қарайшы. Қандай бір жыртқыш, қасқырдан басқасын. Жолбарысыңызды қараң, арыстаныңызды қараң, аюыңызды қараң, адам баласы бәрін үйретіп жатыр да, не қылып жатыр, сонымен ақша тауып отыр былай айтқан уақытта. Аң аулап жатыр. Былай айтқан уақытта құстың өзін тәрбиелеген кезде адам қалай өз нәпсін тәрбиелей алмайды дейді да. Сол үшін бағана әңгіме ғой, мен ашуым шыққанда ешкім танымаймын, мен мінезім осындай деген әңгімелер, бұл жалған әңгімелер негізі. Адам өзімен күресетін болса, Алла Тағала оған жәрдем беріп қояды. Алла Субхану ва Тағала Құран Кәрімде бізге былай дейді ғой. Алла Субхану ва Тағала инналлаха ла юғаййиру ма биқаумин хатта юғаййиру ма бианфусихим дейді. Қараңызшы. Адам өзін өзгертпейінше, Алла Субхану ва Тағала ол адамды өзгертпейді дейді. Қараңыз. Біздің өзімізде мінезімізді реттеуге деген әрекет болмайтын болса, құрметті ағайын, білейік, біз өзгермейміз. Бірақ біз өзгеруге әрекет жасайтын болсақ, Алла Субхану ва Тағала иншалла бізге не қояды, жәрдемін беріп қояды, құрметті ағайын.